Biz endi ateist болып өстік қой, бір кезде Құдай жоқ, анау мынау мешіттердің бәрі қиратып, атеист болып өстік қой. Жоқ деп 70 жыл. Сол бір енді осындай нәрселер көз жеткеннен кейін көзім сол бір жаратушының бар екенін сездім. Жаратушы бар. Табиғат бар. Енді Құдай деп айтамыз ғой, енді Құдай. Соның бір жалпы аты болу керек. Жаратушы деймін мен енді соның атын. Жаратушы бар. Мә деймін, кішкене ұзақтап ауырды, бір 2 ай. Ауыр болды. Сол ең соң кетіп, тіл байланып, көзі ғана бақырайып, сол маған ұзақ қарады. Сонда қарағаны, аға, сіз всемогучий, қолыңыздан келмеді ма дегендей жаңа. Мен. Жазып шығарып қолымыздан келмеді ма дегендей. Маған Құдайдай сенген ғой. Сағиынды аяқ астынан енді үйге кеп қонып, бөлек тұрады ғой енді. Үйге кеп қонып, апаммен 2 сағат сөйлесіп, ваннаға ұзақ түсті дейді. Сосын мен мынау залға жатайын деп, жерге төсек салып жатып қалды дейді. Жарайды деп. Мен кетерді айтқам, аға мен қонуға келдім. Үйің бар, үйіңе қонсайшы деп, мен қалжыңдап сөйтіп кеткем. Сөйтсем, жаман ойменен неткен екен жаңа. Таңертең тұрмай қалды ғой. Сап-сау бала. Не болды, не ойын? Сағат. Ойбай деген шешейдің дауысы шықты. Мына баланың денесі мұздай ғой деп. Кетіп қалған. Түн ортасында кетіп қалған болу керек. Қиналдым, анау-мынау деп бір нәрсе деп айтпай, ештеңе кетіп қалған. Именно 1 жылда, біреу жылдың басында, біреу жылдың аяғында. 39, 37 ғой екеуі. 1,5 жас арасы. Кейде өзімнен көремін мен. Дандайсың кішкене кетіңкіреп қалған кезіміз болды. Сонда Алла тағалам қағып жіберді ме деймін. Анау жаңағы атаға біреулер көтеріп жүрген кездер болды. Саған деп көрсетейін деп сол. Төбемден бір ауырмам болды.